Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздердің келесі шығаратын есебіміз мынау күн басталғаннан бері n секунд өтті. N секунд өткеннен күн басталғалы бері. Соңғы минут басталғаннан бері неше секунд өтті. Яғни күн басталғалы бері белгілі бір секунд өтеді, және соның арасында әрбір 60 секунд сайын минуттар өтіп жатыр. Және соңғы минут басталғаннан бері неше секунд өткенін табу керек дейді. Бұл есеп мынау қалдықты табуға арналған есеп. Бүтін бөлігін алып тастап, қалдықты табуға арналған есеп. C# не аламыз? Мұнда create new project, console application, next программаның атын мынандай бердік. T секунд to last minute секунд деген. Бізге T уақытты секундпен, бұл integer типті болады. T уақытымыз және соңғы минут басталғаннан бері неше секунд өткенін біз бұны T және last T секунд десек болады. Бастапқысы 0-ге тең. Мына жақта T-мыз тең болады. T-ны енгізу үшін күн басталғалы бері неше секунд өткенін енгізу үшін бірінші консоль write T тең деп, осы T-мыз тең болады. Біз консольдан алған оқыған мәнімізді string болғандықтан оны to integerге айналдырамыз. To integerге бұл нені айналдырамыз? Біз консольдан оқыған линиямызды, яғни мәтінімізді айналдырамыз. Енді last T секундымыз тең болады. Бізде 1 минутта 60 секунд бар. Яғни осы T 60 секундқа бөлсек, T уақытты 60 секундқа бөліп, соның қалдығын алу үшін біз не істейміз? Процент 60 дейміз. Яғни мынандай мәселеде бұл жерде мысалға біз күн басталғалы бері 61 секунд өтсін, 61 секунд өтсін, оны 60-қа бөлген кезде бұның қалдығы 1 болады. Күн басталғалы бері 120 секунд өтсе, оның қалдығы 120 секунд не жоқ. Толық тоқтады деген сөз, екінші минуттан тоқтап тұр деген сөз. Егер 120, мысалы 130 болатын болса, онда мынауымыз біздің 10 болады. Осындай процентті қолдану арқылы біз осы санды 60-қа бөлгендегі шығатын қалдықты тауып алады екенбіз. Және сол қалдық арқылы біз не істейміз? Соңғы секунд last секунд тең деймізді, плюс мына нені қосамыз, мәтінімізді қосамыз. Енді программаны запускать етіп тексеріп көреміз. T мысалға 131 секунд болсын, ол 11 болады. Last секунд 11, яғни соңғы минут өткеннен бері, 2 минут өтті, соңғы екінші минуттан бері 11 секунд уақыт өткен. Есеп дұрыс шығып тұр. Осылай сіздер мынау программаны запускать еткен кезде әрбір кодты, әрбір строканы жазып, тексеріп етіп, сөйтіп қайта-қайта тексеріп етіп көрсеңіздер болады. Себебі ол нәрсе сізге әрбір жолдың не қызмет атқарып тұрғанын түсінуге мүмкіндік береді. Әзірге жақсы, сау болыңыздар.